Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үлпілдек нан пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен жылы суға ашытқы секер салып араластырамыз. Одан кейін тұз бен ұнымызды салып қамыр илей берсек болады. Қамырымыз жұмсақ болу үшін аз ғана сұйық май қосамыз. Қамыр көтерілу үшін 1 сағатқа жылы жерге қою керек. Қамырымызды видеода көрсетілгендей табаға жайып шығып, 180 градуста қызарғанша дейін пісіріп аламыз. Бұл шамамен 30-35 минутты алады. Біздің үлпілдек нанымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.